Голландияның Статсканал қаласында паралимпиадашылардың бүкіл әлемдік ойындары аяқталды. Осы сында ел намысын қорғаған Қазақстан құрамасы айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Өткен түнде спортшыларымызды Алматы әуежайында бір топ жанкүйерлер мен журналистер қауымы қарсы алды. Су спорт түрлерінен алдына жан салмаған Михаил Еременко мен Руслан Өтебалиев және Владимир Эрман секілді жігіттер жарыс жеңімпаздары атанса, қыздар арасында Оксана Митикова мен Зульфия Ғабидуллина Голландияда ешкімге дес бермеді. Сондай-ақ Алина Михайлова 100 метрге еркін әдіспен жүзуде екінші орыннан көрінсе, дәл осы қашықтықта ерлер арасында Дмитрий Лиди күміс жүлдегер атанды. Паралимпиадашылардың бүкіл әлемдік ойындарына 35 елден 500-ден астам спортшы қатысты десе, Қазақстан құрамасы барлығы 30-ға жуық жүлде жеңіп алды. Бұл ел спортындағы ең үлкен жетістік саналады. Каждый раз на соревнованиях смотришь на какими-то... Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Қарсыластардың осалы болған жоқ. Мен тең жеңіске жетемін деп алдыма үлкен мақсат қойып бардым. Бірақ әлем рекордын жаңартам деп ойламап едім. 4 алтын, 2 күміс медаль алдым. Және 3 бірдей әлем рекордын жаңарттым. Өте қуаныштымын.